Кеттік. Не комта мына ужас, шашулы. Әйел адам затының бөлмесі үйтіп шашылып тұру керек па? Мен ұйықтаған жоқ, неме құршақ бат. Ой, боянып сыланып қаға кетесі. Сәл басыңызды жубасаңыз болады еді боянуға сәйкес. Мама, сізге ботекс істеу керек. Жоға тетексің. Зор болады заты. Бәрі істейді ботекс. Мен де істеймін, мөлдір де істейсін, сіз де істеп. Ay бұл адам болмайды. Бұл адам болмайды. Бәріміз. Бәле бар ма? Ботекс деген адамды көрдім. Ана иені, анау тауықтың ауысы, ана не, үйректің ауысы үйдеп тұрады екен. Сеп тұрады екен, сырты жарылады екен. Анадан точка-точка қаны шығып тұр. Ой, бай жеркеншісін. Ол қалай Әдемі олады кейін. тамақты бүйтіп жабады ғой. Ана иенің бір-біріне тимейді ғой. Не азап, не құдайдың азап. Қазір 2026-ның модасы. Ботекс. Ойбай, не болды? Жолыңа қарасың. Шой, мама. Ой, не үшін? Телефонға не қарайсың? О, мама. Болды, рахмет кешіріңіз. Айып етпеңіз, нормально. Мама, не үшін өйтесіз? Жыным келеді осы. Не үшін жыныңыз келіп жатыр? Блин, кім болса да. Үйт не қылмасаңызшы. Бұл бәрі жақсы деңіз болды. Жыным, мына парашютпен лақты жеңіп отыр. Өл, еш бәле қылған жоқ қой. Сразу ой, Айшын ашта не болды деп. Болды жақсы все, жолың болсын. Ананың қолын қарса орабаған. Өткенде бір қолын жауып алған еді.